Жедел ақпарат, саламатсыздар ма құрметті көрермендер. Ең соңғы жаңалықтарды алғашқылардың қатарынан білгіңіз келсе, лайк және подписация таңбарын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Астанадағы Салтанат Нүкенованың өлімі қоғамды дүр сілкінтті. Бұл туралы бас прокурор Берік Асылов айтты, деп хабарлады Халық үні тілшісі. Биыл отбасылық тұрмыстық құқық бұзушылықтар үшін қамауға алу мерзімі ұзарды. Қос тарапқа қайта татуласуға тыйым салынды. Полицияның тұрмыстық зорлық-зомбылық құрбандарының шағымдарына ден қою жөніндегі жұмысы қайта қаралды. Нәтижесінде биыл 3 тоқсанда әкімшілік жауапкершілікке тартылған отбасының берекесін қашыратындардың санын 7 мыңнан 27 мыңға дейін өсті. Жыл басынан бері кісі өлтіргені және ауыр жарақат салған үшін 30 адам ұзақ жылға сотталды, деді Берік Асылов бас прокуратурада өткен жиында. Әйелдер мен балаларға қарсы жасалатын қылмыс қоғамды алаңдатып отыр. Жақында Астанадағы Салтанат Нүкенованың өлімі интернет кеңістікті дүр сілкінтті. Мәселеге бей-жай қарамайтын шамамен 150 мың қазақстандық отбасындағы зорлық-зомбылық қылмыстарды үшін жазаны күшейту туралы петицияға қол қойды, деді ол. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.